Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ең оңай және дәмді муравейник жасаймыз. Ең алдымен ұнға тұз, жұмыртқа және сары май қосып, жақсылап араластырып нан илейміз. Екіге бөліп морозильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін морозильниктен шығарып, үкіштің көмегімен кішкентай көзінен өткізіп, противенге осылай жайып дайындаймыз. Тестамыз дайын, үстіне вареный сгущенка салып, жақсылап араластырамыз және қолдың көмегімен формасын шығарып, өз қалауларыңызша әрлеуге болады. Жасалу жолы өте тез және оңай. Ас болсын!